бауырларымыз бар, сигарет шегет. Немесе со сигареттің туысқаны андай бір құмғанға бір нәрсе су құйып алып әйтеуір жаңа түтін тартады. Сөйтіп оған ақтауыз дейді. Енді ойлаңызшы, намазхан адамға қарапайым ақли дәлел намазхан адамға сол жараса ма? Намазхан адамның аузынан ыс сасып тұрғаны қандай? Пайғамбарымыз жай адал болған пияздың өзін мешітке кіргізбейтін. Пияз жеген адам мешітке кірмей-ақ қойсын дейтін. Себебін сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям одан адам да періштелер де безер болады деді. Біреулер айтады, мен бұны тастай алмаймын дейді. Тастайым деп қанша әрекет жасадым, болмады дейді. Неге екенін білесіз ба? Себебі қадамды дұрыс жасамадыңыз. Бірінші орында қоршаған ортаңызды өзгертуіңіз керек еді. Білесіздер ғой, әйгілі хадис бар. Бір адамның 100 адам өлтіргендігі жайлы. Сонда ол кісіге ғалым кісі не деді? Сен тұрған орын жаман орын. Қанша дұрыс қадам жасаған сайын сені жамандыққа тартып кетеді. Қоршаған ортаң жаман. Жақсылыққа қарай жүр деді. Жолда бара жатып өлді. Бірақ аңсаған мұратына жетті. Алла тағала сіз өзіңіз жағдайыңызды өзгертемін деп бастамайынша, сіздің халіңізді өзгертпейді.